Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Қазақша каналға қош келдіңіздер. Және сіздердің алдарыңызда мен Мұрат. Достар, бүгін жексенбі екен, менде бір промокод бар екен, 3 сағаттық. Былай жасайық, біз промокодты қосып 3 сағатта неше ақша табамыз, және бізге неше ақша қалтамызға үнемдейді екенбіз 17%-тен. Соны бір көрейік. Бүгін жексенбі, пробка жоқ, қазір коэффициент бар, кішкене экономмен, комфортпен барлығымен жүреміз. Қазір промокод жайлы тағы айтып өтіп кетем. Қазір бірінші қосайық. Мына жерде коэффициент бар кезінде. Мінекей достар, мына жерде коэффициент бар. Менде мына жерде промокод. Мінекей промокод. 3 часа со снижением комиссии. Мінекей. Қазір қосамыз. Бисмилля. Кетті. 10.31-ге дейін. Эконом. Қостым. Енді заказ күтеміз. Енді мен тұрған жерде кішкене нашарлау, сонда да болады. Жаймен жылжайық. Сағат 7:30, 10:30-ға дейін уақытымыз бар. Достар, заказ попутчикпен дейді. Қабылдадық. Басқа амал жоқ. Вақытымызды алып қоймаса болды осы попутчиктер. Че-то мен ерте қосып қойған жоқпын ба промокодты? Заказдар нашар ғой. Қазір бір ғана попутчик түсті, екіншісі де жоқ пока что. Енді адреске жеткенге дейін шығатын шығар. Солар көп вақытымызды алып қоймаса болды. Маған екінші заказ түсті, мінекей көріп тұрсыздар ма? Бірде сары болып тұр, екі ақ. Бірді алып алайын, содан кейін екіге барамыз. Бірақ сенбейсіздер, ешқандай коэффициентсіз алдым қазір екінші заказды. Білмеймін не болады. Жай эконом тасим ба деп едім, что-то попутчиктер көбейіп кетті. Мінекей сағат 7:57, мен екі тапсырысымды орындадым. Біреу 950 шықты, біреу 1210. 950 теңге, 1000 теңге тастап кетті. Енді Пушкин адам кішкене Құдай берді, ол жаққа қарай жылжимын. Себебі мына жақта заказ шығуы кішкене қиындау болады. Шықса да мынау Шанхай жаққа, Малбазар жаққа шығып кетуі мүмкін да. Сол үшін енді сол жаққа қарай кете жатырмын, бірақ Яндекс қосылып бар. Кеттік, басқа заказдарымызды қабылдайық. Көбірек ақша үнемдеуге тырысайық. Достар, мынандай алыстан алдым, басқа амал жоқ. 3,5 километр. Имановадан Бейбітшілікке 550 коэффициентпен. Қазір пассажир маған звондап айтты. Негіз дворды көрсетіп тұр ғой. Двор односторонний, қазір алған заказым айтады. Кірмей-ақ қойыңызшы дворға, сыртта Бурсуловский жағынан келсеңіз, Рыч деген кафе бар, соның қасында тұрам дейді. Өте күшті, молодец. Дворға кіргізбейді, күттірмейді, далада дайын тұр. Күшті, Бейбітшілік 19-ға бара жатыр. Госслужащий шығар. Себебі бүгін суббота ғой. Олар жұмыс істей береді. Достар, өздеріңіз көрдіңіздер, тек қана маған алыстан беріп жатыр. Тек қана алыстан. Бүгін водительдер жоқ па, түсінбеймін. Қазір 2-1 километрден берді, бара жатырмын. Бағанағы 3-5-тен алғам, ол амал жоқтықтан алдым. Одан кейін попутчиктер 2-ден берген, 2 километрден. Солай, әлі бір жақын жерден берген жоқ.
10. 90. Депутатский городок. Қараңыздар, мына үйдің үлкенін салады ғой, соны бітіреді сосын. Бізде заказ бар. Достар, шок қой, шок. Міне мен бастағаныма ровно 1 сағат 2-3 минут болды. Енді 1 сағат деп айтайық. 1 сағатта мен 5400 теңге таптым. Сағатына 5400 теңге деген білесіздер ма? Күнде осылай болса ғой, процент алмаса Яндекс деген қаншама ақша табады екенбіз. Бірақ барлығы процентке кетіп қалады екен да. Мен тағы бір заказ, тағы алыстан түсті. Барамыз, басқа мал жоқ. Тек қана эконом. Әлі комфорт апарған жоқпын. Достар, сағат 9:33. Почти 1 сағатым бар менің. 58 минутым бар, құдай қаласа. Қазір бір заказ қабылдадым, білмеймін қайда баратынымды. Қазір менде 8 заказ ғана болды, себебі бағана біреуді қабылдап жолдар жабық екен, соны түсіндірейін деп звондасам, сами отмените деп. Адамдар білмеймін, не болып бара жатыр мына адамдарға. Іші ауыра ма, бір жері түсіп қала ма, өздері отмена жасаса. Білмеймін. Соны деп көп уақытым кетіп қалды. Отмена жасадым, одан кейін заказ түспей қойды, бірдеңелер болып кетті. Мен қайтадан мінеге қазір басталды. 1 сағатта тағы 2-3 заказ, иншалла үлгерсем, күшті болып кетеді. 9:50 сағат. Ал бізде 9 заказ 10.004 теңге болды. Бірақ енді мен сіздерге мынаны көрсетейін, 1400-ген қабылдадым. Мен шыға ма, шықпай ма білмеймін. Құдай қаласа шықпайтын шығар. Мен жерден қабылдадым. Достар, келдік, 31 болды. Қазір ғана заезд еттім. Қараңыздар, 11 заказ 13.650, 580 ғана процент. Енді біз мынаның 17%-ін алып тастаймыз. Онымен бұның проценті 2420 теңге болады екен. Қараңыздар, 13.003 сағатта 14.000 теңге. Достар, осы мен біздің промокод бітті. Бірақ күшті жұмыс жасап болдық. 3 сағатта 13.000 теңге деген қанша? 4.000-нан түссе 12.000 болушы еді. 4.500-нан түсіпті бізге. 4.550 теңгеден сағатына. Өте күшті, жақсы көрсеткіш. Енді бағана біреу өзің отмена жаса, анау-мынау демеген кезде бар ғой, бәлкім жақсы табатын едім. Бәлкім ол отмена болмағанда басқа табатын едім. Мейлі, жақсы, күшті. Достар, сіздерге де табыстарыңызға береке берсін. Дәл осылай сіздер де промокодтарды алып қолданыңыздар. Бірақ именно осындай суббота, воскресенье күні қолдансаңыздар мынандай болады. Бірақ ертең қолданып жүрмеңіздер. Ертең воскресенье марафон болады. Ертең марафон білмеймін. Весь левый берег жабық болатын шығар. Түске дейін автобустар жүрмейді. Сондай. Бір рет жүріп көрген мен марафон кезінде. 2 заказ жасап қайтып кеткем. Сол үшін тағы көреміз ертең. Ал жақсы, енді достар, промокодты қалай аламыз дейтіндер, менің бұрынғы видеоларымды көріңіздер. Қалай алатынымызды, қай күні қолданатынымызды, қандай кездерде промокодтар алынады, соның барлығын одан алдыңғы видеоны көрсеңіздер түсініп аласыздар. Ал жақсы, рахмет, аман болыңыздар достар. Келесі видеоларда кездескенше сау аман болайық.